Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз қиял бөлімі. Бұл бөлім бойынша біздің алғашқы тақырыбымыз фантазия. Бұл тақырып Мұқағали Мақатаев өлеңіне сәйкес қойылған. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Сабағымыздың оқу мақсаттары: тірек сөздермен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау, тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Сабақ мақсаттары: ұсынылған суреттер мен тірек сөздер бойынша тақырыпты болжайды, мәтін мазмұнын түсінеді, мәтінде көтерілген мәселені анықтайды, негізгі ойға қатысты сұрақтар құрастырады, сұрақтарға жауап береді, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарастарын білдіріп, қорытынды жасай алады. Балалар, суретке назар аударыңдаршы. Мұндай суретті қайдан көрдіңдер? Қандай ойға қалар едіңдер? Ойланып көріңдерші. Иә, бірінші суретте біз қанатты атты көріп тұрмыз. Қанаты бар, ұшатын атты көріп тұрмыз. Бірақ бұл өмірде жоқ, балалар, иә? Біз оларды тек қана ертегілерде ғана кездестіреміз. Солай ма, балалар? Демек, бұл адамның қиялынан туындаған шығармалар. Келесі суретте назар аударсаңыздар, ұшатын кілем туралы естігендеріңіз бар ма? Ал өмірде ұшатын кілемдер бар ма? Жоқ. Тағы да біз бұны тек қана ертегілерден кездестіреміз. Әдетте мұның бәрі адамның қиялынан туындаған нәрселер. Дегенмен осы қиялдан туындаған дүниені шындығында қазіргі кезде орындалды десек те болады. Ұшқыш кілем арқылы баратын жерге тез жетуді қиялдаған, армандаған ата-бабаларымыз ертегілерде қолданып, қазіргі кезде оны біз орындады деп айтуымызға болады. Өйткені қазіргі ұшатын кілем емес, ұшақ арқылы тез баратын жеріне жетуге болатындығы. Яғни қиялдың арманнан туындаған нәрсенің орындалғанын көреміз. Иә, балалар, алтын құс туралы да біз тек қана ертегіден білеміз. Сонымен фантазия дегеніміз не екен? Түсініп алайық. Фантазия дегеніміз ол қиялдау. Сол себепті ақылға сенімсіз, ойға қонымсыз жағдайлар сипатталатын кино мен мультхикаялар жанрын айтамыз. Адам қиялдай білу керек. Қиялға берілген адамның естетуі де, ойлауы да, шығармашылық қабілеті де дамиды деп айтуымызға болады. Ендеше, балалар, кітаптарыңды, оқулықтарыңды ашыңдар, Мұқағали Мақатаевтың фантазия өлеңін оқып шығайық. Жеті қат жерің мына төңкерілген, жеті қат аспан менен көмкерілген, адамзат оның бәрін ерте білген, ертегіде табысқан ертеңімен, ғаламаттар туылған ертегіден, ғаламаттар жасалған ертегіден, ертегілер қиялын ерте жүрген, ғаламдық ақиқатты бұл адамзат Галилей Коперниктен ерте білген. Барлығында адамзат қиялдаған, қиялдап жер бетіне сия алмаған, ойлап отырып кілеміне аспанға ұшудан да ұялмаған. Қиялдап менің дана байқұс бабам, алайда атқа мініп айға ұшпаған, бабамның қиялымен қанаттанып, бүгін мен айға қонып жайды ұстағам дейді. Балалар, осы өлеңде фантазия туралы керемет, қиял туралы керемет сөздер айтылған. Е, балалар, осы өлеңде айтылған екен. Барлық шығармашылық жұмыстар қиялдан туатындығын біз көріп отырмыз. Яғни ақын Мұқағали Мақатаевтың да қиялы, оның шығармашылығы осы фантазиядан, өлеңнен көруге болады екен. Балалар, осы өлеңде сендер жеті қат жер, жеті қат аспан дегенді естідіңдер. Соны қалай түсінесіңдер? Ойланып көріңдерші. Қане ойларыңды сізбен біздің жауабымызбен салыстырайық. Яғни жеті қат ежелгі наным сенім бойынша олар мыналар деп айтуға болады. Ол тұңғиық, ол жылан, ол су, ол қосбалық, ол қара тас, ол көк өгіз, ол жер деп айтуымызға болады екен. Ал жеті қат көк, ол аспан әлемі туралы мифологиялық түсінік. Оның үш мағыналық сипаты бар екен.
Аллах тағала аспанды 7 қабат етіп жаратқан. 7 жұлдызға байланысты атау айтқан. Олар Ай, Меркурий, Шолпан, Зухра дейді, Күн, Марс, Михрих немесе қызыл жұлдыз деп атайды, Юпитер, Мүштәри және Сатурн, Зухал дейді. Міне балалар, 7 қат көк, 7 қақ жер деп отырған осы нәрселерді Мұқағали Мақатаев өз өлеңінде айтып отыр екен. Бұл да адамның қиялы, бұл да адамның фантазиясы, қиял деп айтуымызға болады. Бүгінгі біздің сабағымыздың әдеби тілдік нормасы. Өтетін тақырыбымыз зат есім. Сонымен заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, орындық не, Асқар кім, мұғалім кім, қиял не дейді. Ендеше балалар, оқылы мәтінімен бірінші тапсырмадағы суреттерді байланыстырып сөйлем құраңдар. Зат есімдерді көрсетіңдер. Яғни, жаңа өздерің оқып шыққан оқылы мәтінімен бірінші тапсырмадағы суреттерді, яғни кітаптарында сендерге де қиялға байланысты берілген суреттер берілген, сол суреттерді байланыстырып сөйлем құраңдар. Зат есімдердің астын сызып көрсетіңдер. Яғни, зат есім ол заттың атын білдіретін сөздер, кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Ал балалар, дәптеріңізге бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып, бірінші тапсырманы орындаймыз. Балалар, орындап болсақ, келесі екінші тапсырмамыз ол біздің шығармашылық жұмыс. Екі жақты кесте тәсілімен ертегідегі баяндалатын қиял ғажайып оқиғалардың ақиқатқа айналуы туралы мысал келтіріңдер. Балалар, интернет жүйесін қолдана отырып, қиялдағы нәрселермен қазіргі кездегі ақиқат болған, шындыққа айналған нәрселерді, заттарды салыстырыңдар. Мысалы, ұшқыш кілем, сыпырғымен ұшу, бұл да ертегіде кездеседі. Қанатты пірақ, ақиқат ол тікұшақпен ұшу, ұшақпен ұшу. Яғни, екі жақты кестені балалар интернет желісіне сүйене отырып толтырамыз. Балалар, толтырып болса, келесі тапсырмамыз. Балалар, суретте не көріп тұрсыңдар? Сиқыршы деген кім? Сиқыршы деген кім? Сиқырға сенесіңдер ме, балалар? Бүгінгі тақырып не жайында деп ойлайсыңдар? Не жайында айтып жатырмыз бүгінгі тақырыпта, сабақта? Ендеше, жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі деген мақалдың мағынасын мәтіндегі негізгі оймен байланыстырып, қорытынды жасаңдар балалар. Дәптерлеріне қорытынды жасаңдар. Үй тапсырмасы: егер мен сиқыршы болсам деген тақырыпта шағын мәтін, сөз саны 30 жазыңдар. Мәтіндегі зат есімдердің астын сызыңдар.